Дене бітімінің қалыпты болуы денсаулыққа зор әсерін тигізеді. Ертең денеңіздің сау болғаның керек болса, бүгіннен бастап жағдай жасаңыз. Тамақтанар алдында жарты литр су ішсеңіз, өзіңізді тоқ сезініп, түскі және кешкі асты күндегіден азырақ жейсіз. Шай мен кофені 1-2 күн қантсыз ішіңіз. Оған кейін тез үйреніп кетесіз. Жаңа Зеландиялық мамандар адамдардың артық салмақ қосуына басты себеп тез тамақтану деп түйіп отыр. Асығыс тамақтануға тура келетін сәттер аз емес. Таңертең кеш тұрып, жұмысқа асығу, жұмыста түскі ас уақытының аз болуы, қарбаластар кезінде тамақтануға дұрыс уақыт бөлмеу. Азықтардың асығыс асқазанға жетуі артық салмақ жинайды. Демек, бұл рас. Мұны Атага университетінің ғалымдары да мойындап отыр. Зерттеудің төрағасы Керолайн Хорват тамақты жылдам жеу арқылы жиналған артық салмақтан арылу қиынға соғатынын айтады. Тәттіден бас тарта алмасаңыз, өзіңізге тек кептірілген жемістер, өрік, қара өрік, інжу, құрма және мармелад, зефир жеу ғана рұқсат етіңіз. Артық салмақтан арылудың түрлері көп. Енді шырайлы майдарында артық салмақ пен майдан арылудың косметологиялық жолдарын ұсынамыз. Әдемі дене бітіміне ие болып, артық майдан құтылу үшін кейде көп уақыт жоғалтатынымыз рас. Жаттығу залдарына барамыз, майды кетіруге арналған түрлі крем жағамыз. Ал қазір келісті келбетке екпе салу арқылы қол жеткізуге болатынын білесіз бе? Мысалы, сондай процедуралардың бірі липолитик деп аталады. Липолитик тікелей және жанама болады. Тікелей липолитиктер ол майдың молекуласын үлкен мөлшерде кетіреді. Тікелей липолитикті өте толық адамдарға жасауға болады. Жанама липолитикті көздің айналасын грыжасын кетіруге жасауға болады. Қазір қыздар липолитик көмегіне көбіне томпақ бетін арық көрсетіп, немесе иек астындағы майды кетіру үшін жүгінеді. Липолитик бірден косметологтың тағайындауымен жасалмайды. Оны жүзеге асыру үшін де алдын ала міндетті түрде анализ тапсырылады. Яғни салынатын дәріге аллергияның бар жоғы тексерілуі керек. Липолитиктен кейін 2 литрден кем ішпеу керек су. 2 литрден көп мөлшерде су ішу қажет. Өйткені осы уколмен біз майлы молекулалардың бәрін өлтіреміз. Оның бәрі ағзадан су арқылы шығады. Сол себептен суды көп ішу керек. Аталған сұлулық сыры кез келген адамға тағайындала бермейді. Мысалы, бала емізетін немесе аяқ ауыр әйелдер сымбатын сақтаудың бұл жолын таңдамағаны жөн. Десек те бет әлпетіміз бен бітімімізді реттейтін мұндай нәрсеге тым тәуелді болудың да қажеті жоқ. Табиғи жолмен де әдемі болуға болады. Шайыңыз арта түссін.